отандасым, жерлестерім, жанызгім, құтты болсын елдік күні рәміздің, төбемізге көк байрақты көтерген ата баба рух алдында жан тәніммен қарызбын. Иә, біздің қазақтың ата тарихына көз жіберсек, қаншама қиямет қайымды өткергенін білеміз. Соның ішінде 7 бірдей кезең бар. 7 бірдей кезең қазақ халқының ұлы отан соғысы деп атар едім. Біріншісі Қытай, парсы, грек, араб, моңғол және жоңғар мен орыспен соғысы. Осы басқыншылардың барлығы қазақ халқының елін жерін тартып алуға бас салды. Бірақ қазақ өзінің батырлығымен елін жерін қорғап қалды. Осы кезеңдердің барлығындағы оның басты рәмізі ол ана тілі, бүгінгі мемлекеттік тіліміз. Иә, біздің әнұранымыз, көк байрағымыз, көк туымыз, елтаңбамыз бар, еліміз дербес. Сол кезеңдерде де ондай белгілер болған. Бірақ бүгінгі көк туымыз, елтаңбамыз, әнұранымыз соның барлығының жиынтығы. Олай болса, бүгінгі рәміз күні құтты болсын. Біз көзге көрінбейтін, есі де жоқ, қолға ұсталмайтын, бірақ соның барлығын қамтитын ана тілімізді, мемлекеттік тілімізді, басты рәмізімізді жүрегімізде, жан жүрегімізде, көкейімізде сақтап, оны өмірде қолдана білейік, таза сөйлеп, қазақша жазып, қарым-қатынас жасасақ, бізді ешбір сырттан жау ала алмайды. Олай болса, тағы да рәміздер күні құтты болсын. Ұзақта бақытты өмір, көркем, көп жақсы амал тілеймін.